ойбу жаман аз сөйледі ғой. Негізі приз беретін екен. Сабыр, приз бересің ғой деймін, аз сөйлегенге. Қымбат ханымдар, мен итер жіберді ғой ортаға. Ал Сұлтан, сен өзің брендсің ғой негізі, құтты болсын. Мынау айтады ғой, Сұлтанды өзіміз құрметтейміз. Мен өзім Қоңыраттың баласым ғой. Жалпы бүгін естім, Нүкістен Қоңыраттан келіп жатыр деп бір қошемет көрсетіп қойыңыздаршы. Сол Сұлтан мен Абайға айтып жүргеніме 1 жыл болды. Қоңырат деген ән бар екен, соны алып берші деп ертең деп алдап жүр ғой мені. Мейлі енді. Мен өзім алданған жақсы көретін жігітпін да. Бүгін мінекей, мына шапанды неғып киіп тұр деп жатсыздар ғой. Ертең Қайратпен Реал Мадрид ойнайын деп жатыр ғой. Барлығы сұрайды да менен. Не киеміз, маска тағып барамыз ба, не киіп барамыз, тұмақ киіп барамыз ба дейді. Мен айттым, мен мынаны киіп барыңдар, дұрыс болады деп. Соны алып келдім. Жалпы менің қуанатыным, Сұлтан әйтеуір арамызда, бұл жерде Женка бар, мінекей, Женканы айтып өтпесек болмайды. Женканың суретін үйге іліп қойғанбыз қазір. Үйден шыққан сайын күріш шашып шығып жатырмыз ғой үйден. Понедельник, вторник күн той беріп қалама деп. Жалпы. Бүгін енді сөйтсем ақшаға тойға келдім ба, сен Сұлтанның тойы болып жатыр екен ғой. Мына Сабырға бір қошемет көрсетіп қойыңыздаршы. Сабырды мен ең бірінші мен танимын негізі Сабырды. Барлығы айтады ғой, мына абайлар айтады, ойбай Сабырды мен танимын дейді да. Негізі Сабырды бірінші мен көрген, мен танысқам Семейде. Мін айтшы Сабыр, бірге отырғанбыз. Бір дастарханның басында. Сұлтан, шын жүректен тілейтінім саған бақыт. Той анамдап келдім, қазір барып берем мен саған. Міндетті түрде. Көрді қоя жалпы. Мына шапанды неге киіп тұрмын десеңіздерші мен. Етекет кісімен. Негізі мен мына шапанды Сұлтанға алып келгем. Сол, я. Мынау айтайын деп отқаным, мынау сенің шапаның ғой, Алатау серілерінің жалауы ұнап қалды деп ойладыңдар ғой, деме шығып баратқан кезде. Жоқ, негізі мынау жалау емес, мен үстімдегі шапан. Соны берейін дедім да. Мына Абайбеке кеше менен сұрайды да, бренд пловта әсіп бар ма дейді ғой маған. Мен айттым да, өткенде бір киіз үйде бар еді ғой дейді Абай. Ол киіз үй өртеніп кетті дедім мен. Повар аманға бренд плотқа барыпты дедім. Сол жерде бар екен аласы дедім. Негізі мына шапанды саған алып келдім. Мін көрш, Сабыр, етекет күс тұр. Иш шығып жатыр, братан. Сұлтанға қол соғып қарсылайық. Асман іскесін. My pussy and my crack. My neck, my back, my neck, my back. Рахмет. My neck, my back. Рахмет. Мынау Елжан брендтің арнайы бүгін ыстық күйінде шыққан мынау. Біреу ақ негізі. Көрдіңіздер ғой. Бірақ магазинде бар деп айтсаң да. Мынау оригиналы. Қазір шығып ет, мен айттым. Сұлтан тойына бара жатырмын. Осыны мен берш деп Қажымұханнан сұрап алып, Сұлтанға жабайын деп алып келдім. Рахмет. Сыймайды шығар бұл атаң әтке. Жыртып жібереді шығар бұл. Міне. Тым жараспайды саған. Бұған аласын алу керек еді, братан. Артында Серхиос деген жазуы бар. Таза Қарақалпақтың баласына қазақтың көк тойын. Ей, қазақтар қайда кеттіңдер, жандарым ай. Мынаны Сұлтан шынымен өте әдемі жарастыр. Артыңа қараш, артқа қараш. Мына Сұлтан үшін емес, көк той үшін қол соғып жүріңіздер, құрметті ағайындар. Нұрлан аға, Нұрлан Еспанов аға. Бүгін Нұрлан Еспанов ағамыз Сұлтанға той анасын алып кеп, жаным ағам, бірінші рет шығар тойға кеп ақша беріп атқандар. Шалмауыздар, өмір тілеп жүресіңдер ғой халықтан. Бүгін кеп беріп атыр. Сосын мұнда тағы да Сұлтанның өзінің ағасы бар, сүйікті. Жасик, братан, кеш ортаға. Жаслан аға. Міне, как раз Сұлтанның пародиясы. Басталама дамарының, қаралда қанының. Рахмет. Аға, диета кезетке дұрыс адамды алмағансың ғой. Сұлтан бос еді ғой, братан. Ассалаумағалейкум. Жасланға бір қол соғып жүрейік, құрметті ағайындар. Рахмет. Алла тәуба, екеуі де бір бизнес бастаған. Мынау тойып алды бастаған, анау брендті бастаған еді. Жүрген жер тамақ. Сұлтанның туған ағасы Жаслан, диета кезет. Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Араларыңызда тек қана қуаныш, жақсылықта дорба мен жорға жүру Алла нәсіп етсін. Сұлтанжан қолыңа қондырған құсың құтты болсын. Алла қаласа,
бағана тілек айтып жатырмыз ғой. 10 шақты ұлың, 10 шақты қызың болсын, Алла қаласа. Сенің отбасыңа қарап, сүйсінетін, бір қызға қарайтын отбасы болуыңа шын жүректен тілектеспін. Рахмет. тағы бір екі адамға беріп жіберейін қазір.